Ауылдары 100% ауыз сумен қамтылып, 60%-ға газдандырылады. 27 мың жол жөнделіп, 24 мың шаршы метр баспана салынады. Мыңнан астам әлеуметтік нысан жөндеуден өтіп, 5 мың мектеп жаңғыртылады. Бүгін үкімет өңірлерді дамыту, соның ішіне ауыл тұрмысын жақсарту мақсатындағы ауыл ел бесігі бағдарламасының кезекті 5 жылға арналған жоспарын бекітті. Оған бюджеттен 800 миллиард теңге бөлінбек. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қазақстанның 14 облысында 84 қала мен 159 аудан орталығы бар. Онда 241 шағын қала мен 6316 ауыл орналасқан. Бірақ мұнда бәрінен де соңғысының ахуалы әлі де жақсартуды қажет етеді. Себебі 7 миллионнан астам халық тұратын ескерсек, бұл жалпы республика тұрғындарының 41% ауылда тұрады деген көрсеткішке тең. Сондықтан үкімет ауыл ел бесігі жобасының 2025 жылға дейінгі кезекті 5 жылдығын әзірлеп, құжатты тұжырымдап отыр. Жалпы 6316 ауылдың ішінен даму әлеуеті бар 3,5 мың ауыл іріктелді. Онда ауыл тұрғындарының 88% тұрады. Аталған ауылдар демографиялық көрсеткіштерге, экономикалық белсенділікке, инфрақұрылым жай-күйіне қарай іріктелді. Бұл ауылдарды дамыту ауыл ел бесігі жобасы шеңберінде бірінші кезекте жүзеге асырылатын болады. Ауыл ел бесігі жобасы бұл өңірді дамыту бағдарламасының шеңберінде орындалу тиіс индикаторлар көрсеткіші. Соның бір басты бөлігі әлеуметтік нысандарға қатысты. Үкімет бұл тұста алдағы 5 жыл ішінде 5 мың мектепті жаңғыртудан өткізіп, 130 жаңа білім ордасын салуды жоспарлаған. Қазіргі уақытта елімізде 1,5 миллион оқушысы бар, 5268 ауылдық мектеп жұмыс істейді. Олар еліміздегі мектептердің жалпы санының 71%-ын құрайды. Ауылдық мектептерде 182 мың мұғалім сабақ береді. Біріншіден, білім беру сапасын жақсарту үшін 2025 жылға қарай 5 мың ауылдық мектепке жаңғырту жүргізу жоспарлануда. Әрине, ауылдың барлығының да бірдей жағдайы қалыптаса қоймаған, басым бөлігінің жолы жөнделмеген, суы мен газы тартылмаған екендігі жасырын емес. Бірақ үкімет олқылықтың орнын толтыру үшін 27 мың жолды реттеп, 24 мың шаршы метр баспана салуды, әрі 800 агроөнеркәсіптік жобаны бастауды қолға алмақ. Бұл шамамен 500 мың адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты мынадай тапсырма береміз. Біріншіден, ұлттық экономика министрлігі ауылдық аумақтарды және бірыңғай тәсілмен үйлестіруді қамтамасыз етсін. Екінші, ауыл шаруашылығы министрлігі Бәйтерек холдингімен және әкімдіктермен бірлесіп, агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты қаржыландыру. Үшінші, индустрия, энергетика, денсаулық сақтау, білім, мәдениет министрліктер барлық қажет шараларды қабылдап, 2025 жылға қарай ауылдық аумақтарды даму жөніндегі нысаналы индикаторларға қол жеткізу. 2021 жылдың өзінде ауыл ел бесігі жобасын жүзеге асыруға 105 миллиард теңге бөлінген. Бұл 1 миллион 300 мың адам тұратын 480 ауылды жаңғыртуға мүмкіндік беріпті. Ендігі 5 жылдыққа 800 миллиард теңге бөлінбек. Құралай Пионер, Виктор Жигер, Сатымекен, бизнес арнасы.